мектеп ішіндегі шағын кабинет, мұнда балалар тістерін тексерте алады. Биыл Атырау облысында 8 кабинет ашылады. Қыркүйек айында 3 іске қосылады. Солардың бірі біз келіп тұрған номер 6 Мұрат Мөңкеұлы атындағы жалпы білім беретін орта мектеп. Панмет деген құрал. Стерилді инструменттерді, құралдарды осының ішінде сақтаймыз. Мынау біздің сол тіс емдейтін құралдарымыз. Барлық емханада қандай жағдай болса, осы кабинетте де сондай жағдай жасалған. Барлық балаларға инструменттермен балдар тісін толыққанды басынан бастап қарап, әбден сауыққанша емдеп шығара аламыз. Олардың тістеріне салатын пломбалар, мынау дезинфекция жасайтын құралдарымыз, мынау жансыздандыратын құралдарымыз, шашып балдарға. Мынау осы баланы отырғызатын кресломыз, стоматологиялық құрылғымыздың осы ең бастысы осы. Бұл төмен түсіріледі, жоғары көтеріледі, шалқайтылады, тіке отырғызылады. Сосын мына жарық түсіріледі. Балалардың тісін сақтау үшін біз алдын ала профилактикалық жұмыстарын жүргіземіз.